Армысыздар менің оқырмандарым, менің арныма қош келдіңдер. 100, мүмкін 200 жыл бұрын баяғы өткен заманда бір кедей отбасы кешігірім ауылдың шетінде өмір сүріпті. Әбден тозығы жеткен лашықта әйелі мен күйеуі, 8 жастан асқан ұлы мен оның қартайған атасы тұрыпты. Әйелі мен күйеуі күні түні тізе бүкпей еңбек еткенмен, ішер асқа жармай бір жапырақ нанды әрең тауып жейді екен. Ал қартайып жасы жеткен атасынан еш қайыр жоқ. Құр сүлдері қалған қарттың құлағы да естімейді. Көзі де дұрыс көрмейді, қол аяғы дірілдеп, өзі әрең жүреді екен. Сонда қарап жатпай балаларына көмектеспекші болғанымен, ол бейбақтың пайдасынан көрі тигізер зияны көп болыпты. Бір күні қарт төсегінен тұрып бара жатып, жерде тұрған құмыраны көрмей қағып кетіп сындырыпты. Төгілген сүтті сүртемін деп еңкейгенде, абайсызда пештің шетіндегі қазанға шынтағы тиіп, оны да құлатыпты. Пісіп тұрған картоп еденге шашылып, қарттың оны жинап салғанын аяғымен басып езгені көп болыпты. Мұны көрген келін әбден ашуға мініп, қартқа ауыр сөздер айтып, айқайлап сыртқа шығады. Далада бәрін естіп тұрған күйеуі қолын бір сілтеп, әкеміз еш пайдасыз болып кетті. Бізге тек нан жеуші артық ауыз керек емес. Мен оны орманға апарып тастаймын депті. Әйел онымен келісіп, кәрі шалдың киімін жуып, оның шашқан жерін тазалаудан шаршағанын айтады. Жігіт әкесін шанаға отырғызып, ұлын ертіп, екеуі шананы сүйреп орманға беттепті. Адам аяғы баспаған иірілген жолмен жүріп, әкесін ешкім таппайтын алысқа апарып тастамақ болады. Осылайша орманның бір шетіне келіп, қартты шанасымен сол жерде қалдырып кетіпті. Мүмкін әкесі қардың үстіне тастағысы келмеген болар. Әлде шананы тағы иірілек жолмен сүйренуден ерінді ме екен, ол жағы белгісіз. Жол бойы ауыз ашпаған ұлы үйге жеткенде, әке, шананы орманда бекер қалдырып кеттік. Сүйреп келуіміз керек еді, депті. Ұлының атасына жаны ашымай, қайдағы бір шананы уайымдағанына таңғалған әкесі, сырғанауға баратын жастан өттің ғой, шананы қайтесің дейді. Қалайша шананы қайтесің дейсіз? Кейін анам екеуіңіз қартайғанда мен сіздерді орманға немен апарамын деген ұлының жауабын естігенде, жігіттің үстіне тастай суық су құйып жібергенде, қол аяғы дірілдеп, көзі шарасынан шыға жаздады. Ұлының бейкүнә көзіне бір қарап келген жолымен қайта орманға қарай жүгірді. Қараңғыда түсіп келе жатқан торғайдың тұмсығындай қысқа қыстың күні ғой. Алды артына қарамай жүгірген жігіт, қараңғыда орманда адасып кетпеймін бе, омбы қарға көміліп қатып қалмаймын ба деп қорыққан жоқ. Ол жел соғып жаңағы жүрген жолымды қар жауып, ізім көрінбей қалмаса екен, әкемнен адасып қалмасам екен деп уайымдады. Осына оймен алып ұшып әкесіне де табады. Өз қателігін түсінген жігіт ақсақалды лашығына әкеліп төрге отырғызады. Үстіне қалың жамылғы жауып, ыстың шай әкеліп береді. Ал әйеліне алдағы уақытта әкеме ешқашан қабақ шытып дұрыс көтерме деп қатаң ескертеді. Балалар өздігінен өспейді, олар біздің әр ісіміз әрекетімізден үлгі өнеге алып, оны сол қалпына қайталайды. Міне, құрметті оқырмандар, әке-шешемізді қадірлейік. Тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Пікірлеріңізді жазып кетіңіз.